Так, бүгінгі слив, свежий слив, 25 күнгі. Бірінші есеп, екеуі сумен толтырылған дейді. Екеуі болғанда оң жақтағы ыдыс негізінде. Маған сөйтіп айтты арайлым. Оң жақтағы ыдыс сумен толтырылған дейді, короче. H деген биіктікке дейін. Мынау примерно осы деңгей дейді. Екінші бөліктегі су S деңгейіне дейін түседі дейді. Сұрақ, бірінші бөліктегі су қай нүктеге дейін көтеріледі? Яғни оң жақтағы ыдыстың суы бөлікке бөлетін болсақ, например, мынау бір бөлік, мынау екіншісі, мынау үшіншісі, мынау төртіншісі. Енді қараңдар, S деген деңгей енді мына жер ғой примерно, екеуін салыстыратын болсаң. Бірінші оң жақтағы ыдыс, яғни екінші ыдыстың суы S-қа дейін түсетін болса, значит, мына үстіндегі үш бөліктің суының барлығы бірінші ыдысқа құйылды деген сөз. Бірінші ыдысты толтырды деген сөз. Енді мына жерге қарайтын болсаңдар, ыдыстардың формалары да екі түрлі, біреуі үлкен, біреуі кішкентай. Явно екінші бөліктегі судың мөлшері көп, то есть сыйымдылығы көбірек, яғни оның ішіндегі сұйықтық мына жаққа жыбы толады деген сөз. Мына. Енді скорее всего бұның жауабы М. N нүктесінен толады. Өйткені үш бөлікті явно толтырып шығу керек ол уже. Мына. Вот. Логический вопрос, алдындағы менің сливымдағы типа қай бөліктегі скорость көбірек деген сияқты сурет бұлда. Енді бұл жерде сұйықтардың қозғалысы, сұйықтардағы қысым деген тақырыпта еске түсіріп кетсек, гидростатикалық қысым деген нәрсе бар еді. Гидростатикалық қысымның формуласы ρGH еді. Мына ρGH. Енді мына жерде екі ыдыс берілген. Екі ыдыста құйылатын сұйықтықтар, біреуі там бензин, біреуі май, там біреуі су болуы мүмкін, тығыздықтар әртүрлі болуы мүмкін, немесе бірдей де болуы мүмкін. Солардың теңдеуі қалай жазылады? Ол жерде біз екі жақтағы қысымдарды да бір-біріне теңестіреміз да, просто P1 тең P2 деймін, и каждыйына жеке-жеке жазатынмын былай. Вот. 2. Значит, мына жерде J-лар қысқарып кетеді. Егер бұлар сұйықтар әртүрлі болатын болса, бұлардың теңдеуі былай жазылатын. ρ1 бөлінген ρ2 тең H2 бөлінген H1 деп. Яғни, мыналардың типа көбейтінділері қайтадан сол формуланың өзі шығу керек. Бұл формула, қатынас ыдыстардың формуласы етін. Қатынас ыдыстар. Вот, мына есептің логикасы примерно осы. Осыған ұқсас осылай келуі мүмкін. То есть теңдеумен келуі мүмкін. ρGH деп сұрауы мүмкін. Қандай формула қолдану мүмкін деген сияқты. Енді бұл нәрсе гидростатикалық қысымның тақырыбының есебі. Так, енді екінші есеп сәйкестендіру болып келді деп айтты. К-ның мәнін тап деп келген. Оп оңай, вообще easy. Екі жауап қой, короче. Біреуіне V1-ді қолданасың, біреуіне V2-ні қолданасың болды. Енді явно дельта X пен К болып тұрса, жыбы К дельта X квадрат бөлі 2-ні қолданамын. Бұл уже энергияны сақтау заңы. Мына mv1 квадрат бөлінген 2 деймін. Екілер мен екілер қысқарып кетеді. Осы жерден біз бірінші К-ны табамыз. К1 тауып алайық. Ол кезде дельта X квадрат астында, мынау үстінде. Так, енді мына жерде келген сандарға қарай саласыңдар, оп-оңай ғой бәрі. 4 см ауыстыра саласың, 0,04 метр деп. Мынаны түсінбедім мен, 8 грамм ба, 82 ма, 62 ма. Өздерің примерно угадывать етесіңдер ғой. Мынау 10 метр секунд бола салады. Мынау тоже 18 шығар, скорее всего. 18 болса 5 метр секунд бола салады. Сөйтіп каждыйына жеке-жеке үсіп қолдана саласыңдар. Мынаны әкеп қоясың. То есть V1-ның орнына. Сөйтіп К2-ның теңдеуі тура сондай. Қайталап жаза саласың болды. Ал дельта X-ның мәні өзгермейді екен. Вот, мына. Мынаны әкеп мына жерге қоя саласың болды. Сөйтіп жеке-жеке тауып ала саласыңдар. Бұл энергияны сақталу заңы. Осындай есеп неге қатысты, серіппеге қатысты көп келіп жатыр. Кеше де келді. Мысалға анау параллель тізбекте жалғау деген кезінде, параллель кезінде К-лардың мәні қосылады деп айттық. Просто қосылады. Ал егер біздің пружинамыз тізбекте қосылатын болса, вот мына тізбекте қосылатын болса, ол кезде біз бір бөлінген деп аламыз. Бір бөлінген дегенде жазудың оңай жолы үстінде көбейтем, астында қоса салам болды. Бұл ана резисторға да қатысты формула еді. Так, келесі үшінші есеп. Үшінші есеп бұл шашыратқыш линзаның дененің шашыратқыш линзадан орналасу қашықтығын анықта деген.
В общем, д-ны сұраған, д нолевой берілген адамның ең жақсы көру қашықтығы. Бұл есеп, дәл осындай есеп біздің платный нұсқада алдында талдап жүрген нұсқамыздың ішінде бар. 5-ші нұсқаның последний есебі, 40-шы есебі. Бұның логикасы қандай еді? Жауабы жаттап алған шығарсыңдар, явно. Бұның жауабы 7/1 ма шығатын? 7/1 сантиметр былай жуықтап алған кезде деп жазылатын. Бұның логикасы екі нәрсе беріп қойған. Міне мынау 5 сантиметр деген нәрсе бұл дене мен линзаның ара қашықтығы, яғни д. 3/33-те отырған жер ол кішкентай f-іміз. Міне мына жер ол кішкентай f. Енді мен ана көзілдіріктің формуласына салам. 1 бөлінген д азайту 1 бөлінген д нолевой минус 1 бөлінген д деген бар еді. Вот. Міне бұған салмас бұрын мен кәдімгі обычный өзіміздің фокус аралығының формуласын салам. Міне 1 бөлінген д азайту болады, потому что бұл шашыратқыш линза. Болды. Осы жерден мен бірінші үлкен д-ны тауып аламын. То есть оптикалық күшін тауып аламын. 5 сантиметр 0,05 болады. Мынау 3/33 деген 0,033 болады. Так, бұл жерден минус 10 ДПТР шығады, минус 10 диоптер шығады. Дәл осыны аласында мына жерге апарып теңестіре салатынбыз. Минус 10 дейсің, мына жаққа 1 бөлінген 0,25 дейсің, көздің жақсы көру қашықтығы, и 1 бөлінген д дейсің. Осы жерден біздің д-мыз 7/1 шығатын, жуықтаған кезде енді. 7/1 сантиметр. Бұны сандармен прям жаттап алсаңдар да болады, сразу, өйткені қайталанып келіп отыр екен. Но логикасы осы, міне бірінші оптикалық күштің формуласын салып аласың, потом осыдан шыққан д-ны аласың да екінші көзілдірік деген формулаға апарып қоясың. Көзілдірікке қатысты формулаға. Кеттік. 4. Тербелмелі контурдың сыйымдылығын анықта дейді. Ненің формуласы? Кәдімгі лямбдадан тең ст дегеннен басталатын формула. Лямбда тоже беріп қойған екен. 40 метр ана жерде. Так. Лямбда тең ст, т-ны аша саласын Томсонмен 2π просты алса, осы жерден с-ны табасың. Ол кезде біз екі жағында квадраттайтынбыз. Міне лямбданың квадраты, с-ның квадраты көбейту 4π квадрат көбейту l с. Осы кезде біздің с тең 4π квадрат l еще с квадрат астына түседі, жарықтың жылдамдығы, и үстінде лямбданың квадраты болады. Міне. Так, бәрі беріліп қойған. Анау 40 метр шығар, 40 метрдікі болса 1600 болады квадратымен. Астына 4 көбейту 10 дей салам, пи-дің квадраты. И анау 100 микро генри. 110-ның минус 6-сы. И көбейтемін, жарық жылдамдығының квадраты 9, 10-ның 16-сы болады. 3 көбейту 10-ның 8-ін сразу квадраттап жібердім. Так, осы жерден қанша шығады? 25 дей салайдық. Так, 1600 бөле салайын 40-қа, оны бөлем 100-ге, оны бөлем 9-ға. Так, 0,04 дейді. 0,04 жуықтаған кезде. Көбейту 10-ның мына астынан қазір бізде 10-ның плюс 7 шығады, и ол үстіне барады, минус 7 болса салады. Немесе бұны 4, 10-ның минус 9 деп айтсақ болады, немесе 4 пико, 4 нанофарад деп айтсақ болады. 4 нанофарад. Мына. Кәдімгі обычно біздің формуламыз ғой, тоқым ұзындығының формуласы. Главное, мына формуланы білген адам болды, арғары. Контур дейтін болса, ол всегда катушка мен конденсатор болады қасында. Катушканың индуктивтілігі болады, конденсатордың сыйымдылығы болады. Вот. Так, жарық жылдамдығы екен мына сыйымдылығы. Осыған сақ бересіңдер болды. Главный нәрсе ұмыт кетпеу керек, жарық жылдамдығын ұмыт кетпеу керек. Мына жерде жарық жылдамдығы жоқ мысалға. Мынаны былай ашқан, мынау дұрыс, бірақ негізі былай келу керек еді, потому что бізде период берілмеген ғой бәрібір. Вот, периодтың формуласын ашып алу керек еді. Так, 5. Радиоактивті ыдырау уақыты 4 тәулік, массасы 75%-ға кеміді. Жартылай ыдырау периодын анықта. Ол оңай есеп, кеше де түсіндірдім. Кешегі слифта да дәл осындай келген, бірақ ол кезде қателеспесем n-ға қатысты келді, анау n нолевой бөлі 32 деген. Соған ұқсайтын есеп. Масса нолевой 2 минус т бөлінген т. Енді ыдырау уақыты 4 тәулік, значит т-ны беріп қойған, бізге жартылай ыдырау периоды үлкен т-ны табу керек. 75%-ға кеміді, значит біздің соңғы массамыздың бастапқы массадан қарағанда қанша ол қалды? 25% қалды. Яғни ол 0,25 м нолевой деген сөз. Мына жерге жазып қоя салам.
м0, мына жақта м0 тұра береді. Мына жаққа 4 қоямын, астына т қоямын. Екеуі қысқарып кетті. Мынау уже 4-тен 1. 4-тен 1 деген сөз 2-ның минус 2 дәрежесі. Мына жақта 2 минус 4 бөлінген т. Так, мына екеуі қысқарды. Сөйтті да, мына жақ минус 2 тең минус 4 бөлінген т. И периодым шыға салады 2 болды. 2 тәулік. Все. Жауап осы. Мына формула бар. И бізде мына формула бар. Кешеде түсіндірдім неге қатысты. Ыдырап, мына жерде м деп отырған нәрсе бұл қалғаны остаток. Ал ыдырап кеткенін табу үшін ол кезде дельта м деп аласың. Ол м0 минус м болады. Міне бастапқысынан соңғы остатокты азайтасың. Сол кезде ыдырап кеткені шығады. Мына жерде тоже самое. Кеттік. 6. Инерттілік массаға тәуелді, сосын неге тәуелді деп келді дейді. Короче, осындай бір теориялық сұрақ келген. Біздің инерттілігіміз не нәрсеге тәуелді? Инерттілік деген нәрсе массаның несінде бар етін, теориясында бар етін. Масса деген инерттіліктің өлшемі деп айтылатын. Енді масса мен инерттіліктің тағы да қандай нәрсесі бар? Массадан басқа. Бірінші нәрсе дененің формасы. Енді нұсқаларын білмеймін, бұлардың нұсқаларына қарау керек болады. Дененің формасы, сосын дененің қозғалысы. Вот. Осындай бір екі түрлі жауап болуы мүмкін. Либо мынау дененің формасы немесе дененің несі, пішіні, шеңбер ма, шар ма, ол 4 бұрышты дене ма, 3 бұрышты дене ма, соған. И мына екінші нәрсе қозғалысы. Осы екі нәрсеге тәуелді инерттілік деген шама. Массаға тәуелді, дененің формасына тәуелді және қозғалысына тәуелді. Так, 7 деген нәрсе, 7-нің есебінде көкжиекке бұрышы сақтырылған денеге қатысты есеп келді деп айтты, бірақ бір нақты бір не жоқ, сандары бір берілгені четко емес. Сол үшін мен бұл жерге просто еске түсіру үшін формулаларын жазып кетемін. Қараңдар. Бұл жерде 4-5 формула бар өзі. H-максның формуласы. V0 квадрат синус квадрат альфа бөлінген 2g деген. Бұл максимал көтерілу биіктігі. Максимал көтерілу биіктігі. Сосын x деген бар еді бізде, ол ұшу қашықтығы. V0 квадрат синус 2 альфа бөлінген g. Бұл ұшу қашықтығы. Сосын көтерілу уақыты деген бар еді. Просто V0 синус альфа бөлінген g. Бұл көтерілу уақыты. Так, көтерілу уақыты. Ал ұшу уақыты десе, осыны просто 2-ге көбейте салатын едік. Потом x пен y-тар бар еді. Vx деген ол косинус альфа, яғни ол всегда іргелес катетке қатысты жүреді, ал y-ің сенің синуспен жүреді. Міне қарама қашықтан катетке қатысты. Болды, осы ғана формулалар еді. Осыларды білген адам қандай есеп келсе де қолдана салады ғой, ауыстырып қолдана береді. Кеше осындай бір есеп келді, негізі көкжиекке бұрыш деген, который мына жерде бүйтіп тұрады, былай ұшады деген. Мен оны полностью талдап кеше түсіндірдім, и оны файлын жіберіп қойдым. Так, енді 8. Эйнштейннің постулаты теңдеулерін сұрады, нені білдіреді деп. Эйнштейннің 2 постулаты бар. Бірінші постулаты барлық құбылыстар әртүрлі санақ жүйелерінде, әртүрлі санақ жүйелері немесе инерциялық деп айтады. Инерциялық санақ жүйелерінде деп айтады. Инерциялық санақ жүйелерінде бірдей өтеді. Бұл бірінші постулаты. Екінші постулат жарық жылдамдығы тәуелсіз деген болды. Осы. Жарық жылдамдығы тәуелсіз. Енді Эйнштейннің қандай теңдеулері бар? Ол салыстырмалық теориядағы заңдылықтары бар. Потом м-с квадратын бар, сол салыстырмалық теория негізінде м-с квадрат. Сосын барып фотоэффект құбылысындағы теңдеу бар. H ню тең А шығу қосылған E кинетикалық деген. Осылардың біреуі болуы мүмкін. Так, 9-шы сұрақ. Ампер мен Лоренц күшінің формуласы нені білдіреді деп келді. Ампер күшінің формуласы оп-оңай. BIL синус альфа. Лоренц күшінің формуласы Q/V синус альфа. Енді қараңдар, бұлар не нәрсені білдіреді деп сұрайтын болса, біз просто
берілген шамаларына қарап ақ оның анықтамасын табуға болады негізінде. Мысалға ампер күші магнит өрісіндегі тогы бар магнит өрісіндегі токқа қатысты, короче. Өйткені ол жерде B берілген, I берілген, L берілген. L деген нәрсе ол өткізгіштің ұзындығы. Демек, біз ампер күші деген нәрсеге просто магнит өрісінде орналасқан өткізгішке әсер ететін күш деп айтсаң болады. Просто магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке әсер ететін күш. Ал енді Кюбоваға, Лоренцке келетін болсаң, ол жерде скорость бар, и ол жерде заряд бар. Болды, екеуінен сөйлем құрастырасың уже. Зарядталған, то есть магнит өрісінде зарядталған өткізгішке әсер ететін күш. Мынау бірақ В деп отырған нәрсе ол зарядталған бөлшек ол нәрсеге қатысты емес, ол именно өткізгіштің несіне қарай. Өткізгіштің ұзындығы мына. Андай сын бар бізде L деген арақашықтықта. Осы өткізгішім қозғалып жатыр негізі. То есть электрон, бір заряд, протон олар емес. Бұл жерде маңызды нәрсе өткізгіштің жылдамдығы. Вот. Демек, Лоренц күшінің анықтамасы не деп айтасың? Зарядталған магнит өрісіндегі зарядталған өткізгішке әсер ететін күш болды. Сөйлемдерді байланыстырсыңдар болды главное. Кюбовода заряд бар и жылдамдық бар. Мына жерде I бар, L бар. Өткізгіштің ұзындығы и ток. Заряд и жылдамдық болды. Так, пропорция арқылы табатын екі есеп келді, оңай шықты дейді. Бұндай есептерді көбінесе анау есе артады, есе кемейді, либо біреуін беріп қояды, екіншісі тап деген сияқты. Кәдімгі матсауаттылықтың есебі. Неге кезінде, пропорция кезінде, немесе қатынасын табу кезінде ұмытып кетпеңдер. Қалай алу керек екенін, алым мен бөлімі ауысады. Соңғысын бастапқысына бөлесін. Там 5-тен 1 деп шығуы мүмкін. Ол кезде біз мысалы V2 тең көбейтілетін нәрсе, жылдамдыққа V2 көбейтілетін нәрсе ол 5. Демек ол бөлшектің астына түседі. Мынау V1 мен 5 V1 мен 1 бір-біріне көбейтіледі. Значит, V1-ің үстіне кетеді. Осы нәрселерді ұмытып кетпеу керек, қателесіп кетпеу керек. Сосын пәкке қатысты келді деді, ол да оңай болды. Сәйкестендіруде бұл еще. Қандай пәктің формулалары бар? Формулалары мынау қыздырғыштікі мысалы. Жаңа неге? Карнот цикліндегі Q1, Q2 бөлінген Q1, A бөлінген Q1 деген бар. Потом ең классикалық формуламыз ол бізде А пайдалы бөлу А толық. Пайдалы жұмыс деген нәрсе ол мен всегда түсіндіремін, айтамын сендерге. Ол нәрсе процесс кезіндегі не нәрсе пайдалы? Судың қайнауы ма, тамақтың пісуі ма, машинаның жүргені ма, бір жүктің жоғары қарай көтерілгені ма, сол нәрсе пайдалы. Ал соған себеп болатын бензиннің жануы, электр пешінің, электр чайнегінің жұмсаған энергиясы, олардың бәрі толық энергия болады. Осыны ұмытып кетпеу керек. И главный нәрсе азын көбіне бөлемін болды. Так, 12-де радиус беріп қойған, омега-1 мен омега-2 қатынасын берген, центр тартқышы диод тап и тағы бірдеме сұрады дейді. Мүмкін білмеймін, ол жерде жиілікті сұраған ба, может периодты сұраған ба. Мынау оп-оңай шеңбер бойымен қозғалыстың тақырыбы. Шеңбер кезіндегі тақырып центрге тартқышы деу. Оның формуласы негізі v квадрат бөлінген r, егер жылдамдықпен болатын болса, сызықтық жылдамдықпен. Ал егер бұрыштық жылдамдықпен болса, ол омега квадрат көбейтілген r болады. Енді бұл жерде екеуі болатын сияқты ма? Так, мынаған А1 дей салайын, мынаған А2 дей салайын. Так, мына жерге тоже самый, мына жер 1 болады, мына жағы 2 болады қазір. Енді r-ларымыз бір-бірімен қысқарайын деп тұр ма? Бір-біріне бөле салатын болсам, r-лар вообще бізге керек емес. Значит, енді омега-1 бөлу омега-2-ның сенде 2 шықса, омега-1 тең болады 2 омега-2-ге. Осыны аламын да мен мына жерге әкеп қоя салам. Сол кезде А1 бөлінген А2 тең. Мынаны әкеп қойдым мына жерге и соны квадраттадым. Уже 4 омега-2-ның квадраты болды. Астында омега-2-ның просто өзінің квадраты. Қысқарады да мына жерге шықты 4. Скорее всего, бұл жерде не деп айтылуы мүмкін? Еселіктерін сұрауы мүмкін. 4 есе артады деген жауап келеді қазір мына жерде. Вот. Бірінші деуім екіншісіне қарағанда 4 есе артады. Немесе А2 тең 0,25 А1 деген жауап болуы мүмкін. Екеуінің орындарын ауыстырған кезде бөлшек арқылы. Вот. Так, мынау МК-ның есебі, молекулалық физиканың. Кинетикалық энергия берілген, молекула саны айтылған, көлем берілген, қысым тап дейді. Қысымның осы ған қатысты формуласын іздейсің. Просто 3-тен 2 N2 кинетикалық деген бар еді.
n-ді 2-ні еске алдық. Неге мен бұны есіме түсірем? Потому что концентрацияның формуласы n бөлінген v. Вот осыны уже примерно ойланып отыру керексің. Осыны әкеп мына жерге қоямын деп. Сонда p тең 3-тен 2 n бөлінген v 2-ні еске алдық деп аламын. Болды, бүкіл нәрсе бізде бар. Орындарына әкеп қоя саламын. 2 көбейтілген 1,5, 10-ның минус 8-і көбейтілген 2, 10-ның минус 4-і. Астында 3 көбейтілген көлем ол бізде 5 литр. Литрді ауыстырдым. Так, мынаның 2 мен 1,5-ны сразу 3 пен қысқарта салам. Сосын 2-ні 5-ке бөлсем 0,4 болады. 0,4 көбейтілген 10-ның үстінде минус 12 шығып тұр. Астында минус 3 пен ол 10-ның минус 9-і бола салады. Вот. Паскаль деп айтсаңдар болады. Немесе бұны бүйтіп жазуға да болады. 4, 10-ның минус 10 деп айтсуға да болады. Так, 14-ші есеп. Электр тізбегінің пәкінің формуласы. Көп жауап тапсырма болып келген. Значит, о жерде бір-екі нәрсе түрленеді, короче, математически. Алыммен бөлімі, не қылама, ортақ бөлім беріп, басқаша қылып жазама, может. Бірақ біздің білу керек формуламыз ол мынау, біріншісі мынау. R бөлінген, R қосылған кішкентай R. Өйткені үстінде тұрады. Просто пайдалы астында тұратын толық энергия. Толық энергия кезінде о жерде ішкі изергенде ескересің. Бұл формула негізі мына жақтан шыққан. I квадрат RT астында I квадрат R қосылған R көбейтілген T. Вот осы жерден қысқаратын нәрсе қысқарып, мынау формуламыз шыққан екен. Вот осындай да бір форматта жазылған болуы мүмкін. Соған дұрыстап мән бересіңдер. Главный нәрсе формуламыз мынау. 369-ның ішінде де бар бір формула. Так, енді контекстке келетін болсақ, ұшақ деген контекст келген. Естеріңде болса, бұл ұшақ деген контекст Нестеров тұзағы деген контекст болған негізі. Былтырлары келген, нағызы бұтыда келген осы контексттер. Осыған ұқсайды. Енді қараңдар, мына жерде не сұраған? Бірінші сұрағын көресек сразу. Міне. Ең бірінші сұрақ. Орташа есеппен бір адам салмағы 80 кг, ұшаққа 853 адамдай сияды. Кестеде Airbus салмағы 280 тоннадай берілген. Ұшақтың адам толы кезде салмағы деп береді дейді. То есть сұрақ сондай болып тұр ғой. Салмақ табу үшін просто mg, массаны табу үшін анау 80 адамның массасы бар, 80 көбейту. То есть 853 адам бар, каждынікі 80 килограммнан. И осыны қоса саласын просто 280 оның ішіне, жаңағы біздің самолеттің, ұшақтың массасына. Так, соның массасы шығады, и апарасында оны g-ға көбейте саласын. Как раз мынау шығартты ғой. Вот осындай болып тұр ғой жауабы. Екіншісінде келесіде ұшақ аспан өлі тұзақ жасайды дейді. Өлі тұзақ деген мертвый петля, ол қалай жасалынады? Оның процесі мынандай мына. Істеп кетеді. Значит, қараңдар, мынау астыңғы нүкте, осы нүктелерді сұраған бір контекст бар. Бірінші нүкте, екінші нүкте, үшінші нүкте, төртінші нүкте деген. Мысалы, мына бірінші нүкте деген ол бізде көпірдің процесі, ол ойыс көпір. Үшінші нүкте деген ол дөңес көпір. Мына жердегі салмақты сен сразу уже аласың. G минус v квадрат бөлі r деп аласың. Мына жердегі салмақты аласың сен қосу деп аласың ойыс көпірдің кезінде дегенде. Так, енді ұшақ қисықты радиусы берілген. Ұшақ қандай жылдамдықпен қозғалса салмақсыздық күйде болады дейді. Салмақсыздық деген күй, ол қандай күй? Просто салмақтың мәні нөлге тең болатын кез ғой. Болды. Значит, енді қара. Қай кезде нөлге тең болады? Қандай жылдамдықпен қозғалса деп жатыр, иә? Скорость табу керек. Енді қараңдар. Салмақ нөлге тең болып кетеді қай кезде? G a минус v квадрат бөлі r деп алдық қой, дөңес көпірдің мына кезінде. Сол кезде мынау G ғой негізі. То есть наоборот, наоборот. G минус a. Енді мына жерден сен үдеуің v квадрат бөлі r деп айтылып тұр. Енді салмақ қай кезде нөлге тең болады? Егер де a-ның мәні g-ға тең болса. Потому что мынау математически уже нөлге тең. G минус g уже нөлге тең. Вот. Демек a тең g-ға деп теңестіре салам. И бұның формуласы центрге тартқыш үдеудің формуласымен бірдей. v квадрат бөлі r. Демек осы жерден уже біз v-ны таба аламыз. Төбірасы gr деп салсақ болды. Мына 10 көбейту 250, осы жерден 2500 сағат, 2500-ден 50 шығады, 50 метр секунд. Болды. Жауап міне осы. Бұл жерде походу немен берген сияқты нұсқаларында километр сағатпен бұл 3-6-ға көбейткен.
главный нәрсе мынау ғой, мынаны жаттап алсыңдар болды. Салмақсыздық кездегі жылдамдық десе болды, мынаны қолданасын. V тең түбірасы G R. Так, сосын төртінші сұрақ, үшінші сұрағы. 2400 км/сағаттан ұшатын ұшақ 30 минут жүрген жолын тікұшақ қанша сағатта ұшып өтеді дейді. Так, енді біз ұшақтың жүрген жолын тауып алайық. Манағы ұшақ деп отқан сол ұшағын тауып алайық. S1 дей салайын оны. 2400 км/сағат. Мына км/сағат көбейтілген уақытым 30 минут деген ол жарты сағат. 05 сағат. Сағат пен сағатын қысқарады. Сөйтеді да 2400-дің жартысы 1200 боласады. Значит, 1200 км жол жүрген. Енді дәл осы 1200 км-ді тікұшағымыз қанша уақытта жүріп өтеді деп сұраған. Енді тікұшақтың жылдамдығы айтылған екен контекстта, міне Airbus жылдамдығы 1000-нан сәл көп дейді. Біз енді 1000 примерно осы шаманы ала саламыз. Енді ол жерде неге қараймыз, енді графиктің жаңағы кестеде берген сандарға қарайсыңдар ғой. Главный нәрсе мынау. Дәл осыны аласында теңестіре саласың болды. В тікұшақтың жылдамдығы көбейтілген уақыт. Тікұшақтың жылдамдығы 1000-нан сәл көп дейді. Значит, біз мынаған 1000 деп алатын болсақ жуықтаған кезде. Т-ны таба салсаң 1000 астына түседі. 2400 үстінде. 2-4 сағат па? 4 сағат. Өйткені бәрін біз км/сағаттан алып жатырмыз. Міне. Так, бұл есеп. Так, бірді айттық, екіні айттық, үшті айттық. Мынау үшінші есеп болған еді. Так. 1-2 жаңа наоборот. Мына жер. Үшінші есеп, енді төртінші есеп. Төртінші есепте не сұраған? Тікұшақ мана райттар ма, Airbus-ын ба түсінбедім дейді. Короче, ана контекстке қарайсыңдар ғой енді. Airbus деген просто несінің аты ма, может, о жерде берілген несі, маркасы деген сияқты, компанияның аты деген сияқты. О жерде не берілген, соған контекстке қарайсыңдар. Оны қатты қиын сұрақ емес сияқты. Просто контекстің ішінен таба алатын сияқтысыңдар негізі. Так, енді соңғы сұрақ. Ұшақтың салмағы 1 тонна. Ол тыныштық күйден тұрып жылдамдығын 30 метр/секундқа дейін өзгертеді дейді. Соған жету үшін 300 метр жол жүреді. Кедергі күші берілген, ұшақтың толық қуатын тап деп келген дейді. Так, толық қуатты қайтып табамыз. Қай жерге сыйдырамыз деген сұрақ болып тұр ғой енді. Мына үстіне сыйдырайық онда кеттік. N. Мына 5-ші сұрағы. N тең A бөлінген Т ғой. Жұмыс бөлінген уақыт. Енді жұмыстың формуласын біз білеміз. F көбейту S бөлінген Т. Мына жердегі S ол аудан емес, ол жүрген жол, немесе орын ауыстыруы. Енді F-ті тауып алайық бірінші, потому что бұл жерде кедергі күші деген дүние бар. Ньютонның екінші заңы қарапайым ғана соңғы қолданам. F қорытқыштың м деймін. F азайтылған F кедергі деп аламын. Өйткені анау тарту күші мен кедергі күші бір-біріне қарама-қарсы. Бұл өте көп кездеседі динамикада. Осы жерде сонда F тең кедергі күшін қосасын м-ға. Так, екеуінің де мәндері беріп қойған. Мынау 300 ньютон. Қосасын м деп отырған массаң 1 тонна болса, ол 1000, 1000-ды көбейтесің 1,5-ға, ол 1500 болады. Значит, мына жерден 1800 ньютон шығады. Енді 1800 ньютон мына жаққа келіп қолданамын. 1800 көбейтілген орын ауыстыруым бізде 300 метр дейді. 300 метр жол жүреді дейді. 30 метр/секундқа дейін өзгерткен жолымыз бар. Енді уақыт белгісіз. Уақытты қалай табамыз? Мына жерге келейік. Так, үдемелі қозғалыс тыныштық күйден тұрып, яғни бастапқы жылдамдық 0-ге тең, соңғы жылдамдығы бар. Біз бүйтсек болады. Сразу уақытқа қатысты формула. Мына жерім 0-ге тең, и осы жерден Т тең В бөлінген А бола салады. 30-ды бөлемін 1,5-ға. Так, 30-ды 1,5-ға бөлсек қанша болады? 20 секунд. Бәрі метр/секунд, секундпен берген болды. 20 секунд. Осыны кеп мына жерге қоя салам болды. Так, сол кезде 1800-ді мына жақта 300-ден 20-ны қысқартып жіберсем 15-ті 1800-де сразу көбейте салайық. И 27000. 27000 ватт. Немесе 27 киловатт. Яғни осы киловаттен берген шығар нұсқаларында. Так, өйстіп таба саламыз. Контекстіміз қатты қиын емес негізінде. Ана жерге қарау керек тексттарына.
сұрақтарына. Бұл жерде маңызды нәрсе екі ғана тарау, то есть ұшақ деген контексттің ішінде қарастырылатын екі ғана тарау бар. Ол біріншісі кинематика және динамика. Осы екеуіне қатысты контекст мынау. Ол жерде сендер главный нәрсе жаттап алу керек: ойыс көпір, дөңес көпір, потому что анау өлі тұзақтың жоғары нүктесінде, төменгі нүктесінде деген сияқты сұрақтар келуі мүмкін. Соған уже динамиканы жаттап аласың. А потом кинематика, осынша жол жүрді, үдеуі осынша дегендей. Так, Нестеров тұзағын специально осы жаққа қойып қойдым, мына файлды жіберемін. Сол кезде тоже қарап аласыңдар. Нестеров тұзағының қалай келген еді? Ұшқыш асқын салмақ күйде болатын траектория нүктесі. Ол мынау ойыс көпір төменгі нүктесінен бүйтіп кетіп бара жатқан кезінде осы жерде асқын салмақ сезіледі. Потому что осы кезінде ойыс көпір типа енді былай ұшып бара жатқан, жоғары қарай көтеріп жатқан кезі. Мен бұны лифтпен байланыстыратын едім, иә. Mesela осы салмақ жаңағы үдеумен G бір-біріне қосылады. Так, тұзақтың төменгі және жоғары нүктелеріне ұшқыш салмағының өзгерісі. Үшінші нүкте мен бірінші нүктенің разницасын ала саласың болды. Бірақ үшінші нүктеге қатысты бұл ойыс көпір болғаннан кейін формулада қосылады обязательно. Бірінші нүктеде олар бір-біріне азайтылады, потому что ол бірінші нүкте дөңес көпір болып саналады. Ол ары қарай формуласына қойып сандарын, мәндерін қойып таба саласыңдар. Так, мына кезде тұзақ жасау кезінде самолеттің центрге тартқыш үдеуінің мәні v квадрат бөлу r формуласына келіп қоя саласың. Траекторияның жоғары нүктесінде ұшқышқа әсер ететін реакция күшінің бағыты. Реакция күшінің бағыты деп отырған нәрсе ол n, дұрыс па? Ол бірінші нүктеде бүйтіп былай келді да үсіп кетіп бара жатыр. Мынау жоғары нүктесінде, короче. Үсіп кетіп бара жатқан кезде, мына кезінде нүктеде ауырлық күшінің де бағыты төменге қарай, еще n-нің де бағыты осылай қарай. Өйткені n деген нәрсе, реакция күші, всегда жазықтыққа перпендикуляр бағытта бағытталу керек. Жазықтығы ол отырған орындығы ұшқыштың, ал ұшқышы олай төңкеріліп кетті уже. Төңкеріліп кеткеннен кейін яғни реакция күшінің бағыты төменге қарай. 25-те ұшқыш салмақсыздық сезіну үшін бірінші нүктедегі максимал жылдамдық. Тура жаңағы логика. А G-ға тең болған кезде уже салмағың нөл болып кетеді айырмасынан. Сөйтіп формуласына келіп саласың. Так, 15. Жоғарыға 50 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған дененің 3 секундтан кейінгі жылдамдығы. Енді бұл жоғары қарай лақтырылған дене вертикаль қозғалыс, соның формуласын есіңе түсіресің. Жоғары лақтырылған дененің жылдамдығы әрдайым азайып отырады, потому что G төменге қарай бағытталған. Демек v0 минус GT болады. Так, 50 метр секунд лақтырылған болды. Сандардың бәрі берілген. 10 көбейтілген 3 и 20 метр секунд бола салады. Бұл кімге келген есеп? Осы файлды жібер, кім скринді алған есептер ғой, жаңағы контексттің и соның жалғасы. Так, фтордың екі ретті альфа ыдырау кезінде пайда болған элемент. Фтор деген элемент екі рет альфа ыдырауға ұшыраған кезде қандай элемент пайда болады? Альфа ыдырау, бета ыдырау, гамма ыдырау деген еске түсіріп кетейікші. Осыны есеп көп келіп жатыр негізі. Альфа ыдырау десе болды. Ол гелий. 4-2. Мына жазып қоямын. Альфа ыдырау. Егер де бета ыдырау деп айтатын болса, бета ыдыраудың екі түрі бар. Электронды бета ыдырау немесе позитронды. Электронды десе ол 0 минус 1 болады. Электронды бета ыдырау. Электрон. Ал егер позитронды деп айтылса, 0 мен плюс 1 болады. Мына бұл да бета ыдырау, бірақ бұл позитронды. Сосын гамма ыдырау деген бар. Гамма ыдырау кезінде ол 0-0, ештеңе өзгермейді. Гамма ыдырау. Енді фтордың екі ретті альфа ыдырау кезінде пайда болған элемент. Екі рет деген сөз уже екіге көбейтем деген сөз, дұрыс па? Сразу так, фтордың элемент несі? Походу ана жерде берілген шығар, явно 19-да 9 деп берілу керек. Бұл енді қараңдар, бір рет альфа ыдыраған кезде қандай элемент пайда болады? Соны бірінші көріп алайық. Альфа ыдырау деген сөз 4-2 қасында какой-то бір элемент пайда болады, дұрыс па? X, A, Z деген бір элемент пайда болады. Оп-оңай, үстіңгі жағы уже 15 бола салады, астыңғы жағы 7 бола салады, болды. Бұл 15-те 7 деген азоттың изотопы. Азотта 14-те 7 деген бар еді ғой бізде. Сол сияқты азоттың бір изотопы. Енді 15-те 7 деген шықты. Тура сол 15-те 7-міз тағы да
альфа ыдырауға ұшырау керек, сөйтіп тағы басқа бір элементке ауысайын деп тұр бұл. Енді 4-2 тағы да жазып қоямын. И мына жерде уже үстінде пайда болады 11, астында 5 бола салады, болды. 11 мен 5 бұл бор деген элемент. Ана жерде явно реакциялардың ішінде айтылған чөп қандай элемент деген сияқты көрініп тұрады. Главный нәрсе үстіңгілердің қосындысы үстінмен тең болу керек. Мынау мынамен тең болу керек, болды. Так, аттас немесе әр аттас деген осындай бір сөз жазып қоя салғам, қатты бір түсініксіз негізінде. Главный нәрсе мынау. Токтарға қатысты, өткізгіштерге қатысты. Егер екі өткізгіш бір бағытта болса, олар бір-бірден тартылады. Мынау F-тің бағыттары. Ал егер токтың екі өткізгіштің бойымен өтіп жатқан токтардың бағыттары бір-біріне қарама қарсы болса, олар тебіледі. Мына, тебіледі. Қарама қарсы болса тебіледі. Бағыттас болса тартылады. Осын жаттап алыңдар. Мынандай суретпен кеп қалуы мүмкін. Так, 18. Қарама қарсы 0,7 секунд жылдамдық өткен бақылаушы қатысы жылдамдық. Бұл релятивистік механика тақырыбындағы салыстырма жылдамдықтың есебі. Кеше де келді 0,95 с деп есебінде болса. Тура сол формула. V1 қосу V2 бөлем 1 қосу V1 көбейту V2 бөлінген с-ның квадраты. 0,7 с-ға 0,7 с-ны қоса саламын. Астында 1 қосу 0,7 с көбейту 0,7 с. Астында с-ның квадраты. Так, мынаның квадраттары қысқарып кетеді. Үстінде 0,14 с бөлемін 1 қосылған 0,49. Так, 0,14-ті бөлемін 1,49-ға. 0,093. 0,093 с деген жауап сәйкес келеді. Так, 19. H тең 2R биіктікте орналасқан дененің тартылу күшінің жерге тартылу күшіне қатынасы. Вот, мынау динамиканың есебі. Енді тартылу күші негізі жердегі тартылу күші мынау, просто mg. Енді H тең 2R биіктікте орналасқан дененің. Ол кезде уже G-дің мәні өзгереді. G деген формуласы қандай еді? Гравитациялық тұрақты масса бөлінген r квадрат. Вот, осыны еске түсіру керек. Енді бұл жердің бетіндегі процеске қатысты. Енді мына жерде қазір G-міз қалай өзгеріп кетеді? Ол R-ға қосасын H-ты. H деген биіктік. Ал H деген биіктігіміз ол уже 2R-ға тең. 2R-ға қосып барып квадраттаймын. Сол кезде G M бөлінген 3R-дің квадраты ол 9R квадрат болады. Міне. Енді біз бітеміз. Мынау M, қарашы M-де тұра берсін. G-міз уже астындағы сан r квадрат деген нәрсе ол еркін сөйлеуіне кері пропорция. Демек біздің G-міз 9 есеге кеміді деп айтсақ болады. 9 есе кеміді. Ал енді G 9 есеге кемейтін болса, біздің тартылу күшімізде 9 есе кемейді. Мынау F1, F2. Так, мына mg бөлінген 9 есілайын сразу. Демек осы екеуінің бір-біріне қатынасы деген, жердің тартылу күшіне қатынасы. Наоборот, F2-ның F1-ге қатынасын сұрап отыр екен. F2 бөлінген F1. Сол кезде mg бөлінген 9 бөлемін mg-ға. mg мен mg қысқарады, астына түсіп кетеді 9 деген сан. 1 бөлінген 9. Демек біздің F2 бөлі F1-дің мәні 9-дан 1. Немесе бұл теңдеуі қалай жазылады? Үстіп келуі де мүмкін. Вот. Либо F2 тең F1 бөлінген 9 деп те келуі мүмкін. Осында екі жауаппен де келуі мүмкін. Дұрыстап, мұқият қараңдар. Осындай қатынас пропорция есептер көп кездесіп отыр негізінде. Так, енді последний есеп. Бір қабатта қысым 772 атмосфералық болса, бірінші қабатта 308 метр ғимаратта соңғы қабатта қысым қандай дейді? Әр 11 метр сайын 1 атмосфералық қысымға төмендейтін болса дейді. Енді бұл кәдімгі обычный біздің пропорциямыз ғой, жаңа пропорция есебі 308 метр ғимарат болатын болса, 11 метр сайын 1 атмосфералыққа төмендесе, ол жалпы қанша атмосфералыққа төмендейді? 308-ді 11-ге просто бөле салам болды. Так, бөлген кезде 28 шығады. 28 атмосфералық. Яғни 28 атмосфералық қысымға төмендейді. Енді бірінші қабаттағы 772 болса, соңғы қабаттағысын табу үшін просто айта салам болды. 772-ден 28 атсақ,
744. 744. Демек соңғы қабатындағы биіктік, яғни 308 метр биіктіктегі деп айтсақ болады, типа ең жоғарысындағы қысымымыз 744 атмосфералық қысым болады екен. Мына есептердің бәрін полностью бір қарап шығыңдар, жазатын нәрселерін жазып, суреттерін сызып жаттап аламыз. Тағы да сыныптар болса айтыңдар, группаға жіберіңдер, талдап тастайық.